Сәлеметсің бе көрермен оқушы? Біздің онлайн мектепке қош келдің. Менің есімім Оразымбетова Мақпал Орманқызы. Бүгінгі сабақта саған ақпарақ, түрлі түсті қағаз қажет болады. Қанеки, дайында бала ғой. Біз сенімен бірге бірінші сыныпқа арналған дүниетану сабағын оқитын боламыз. Сәлем, менің атым Бота. Мен сені қызықты саяхатқа шақырамын. Бұл саяхатта сен қоршаған әлеммен танысасың. Бізді қоршаған әлемде көптеген қызықты оқиғалар мен ғажайып құпиялардың бар екенін білетін боласың. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өзің туралы айта алатын боласың, өзіңді мектеп оқушысы және ұжымның мүшесі ретінде сипаттауды үйренесің. Балалар, Бота шарын мектепке алып келе жатқан жолда жоғалтып алыпты. Қанеки, көмектесейікші? Ботаның шары міне. Ботаның шарында жазылған сөзді кім оқи алады? Жарайсың, бұл мен деген сөз. Бұл сөз нені білдіреді? Жарайсың, егер адам өзі туралы айтса, мен дейді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен кіммін деп аталады. Суретке назар аударайық. Адамдар биологиялық түр ретінде құрылымы жағынан ұқсайды. Бірақ сыртқы келбетімен, мінезімен, тәртібімен бір-бірінен ерекшеленеді. Әр адам дара тұлға екеніне қарамастан, ол қоғамсыз өмір сүре алмайды. Адамдар арасындағы қарым-қатынас адамның дамуына көмектеседі. Ғалымдар адамға ортаның қажет екенін, оған өзін үлкен ұжымның бір бөлігі екенін сезіну, қоғам мүшесі болу маңызды екенін дәлелдеді. Ол үшін адам істеген істерге, әдеттерге және қоғамда қабылданған тәртіптерге қатысты ережелерді сақтауы және білуі тиіс. Біз қандаймыз? Адамдардың ұқсастығы мен айырмашылығы туралы өз ойыңды айтшы. Жарайсыңдар, сендердің ойларың менің ойыммен сәйкес келді деп ойлаймын. Балалар мен ересектер, ер адамдар мен әйел адамдар. Барлығымыз адамбыз. Бір адам екінші адамға ұқсамайды. Әр адам өзгеше болады. Қай уақытта болмасын, барлық өркениетте адамдардың өз есімдері болады. Әр есімнің өз мағынасы бар. Кәне, тексеріп көрейікші. Ай сәуле. Айдың сәулесі сияқты жарық болсын деген үмітпен қойылады. Ернар өте шыдамды, берік, күшті түйе. Нар тұлғалы батыр болсын деген мағынаны білдіреді. Абай ойшыл, байқағыш. Ай күміс, ай және күміс, сұлу, әдемі, көркем деген мағынаны білдіреді. Есімдер бір-біріне ұқсамайды. Балалар, бізге қонақ ретінде Алан есімді бала келіпті. Кәнеки, бейне материалға назар аударайық. Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мен Алан. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша бүгін мен туралы 10 факт. Ендеше қанекей, бастайық. Мен туралы бірінші факт, ол менің есімім Алан, және бұл есімді әкем қойған. Алан сөзінің мағынасы кезінде Алан тайпасы болған, және Алан Марстың баласы деп айтып жатады. Алан Бөрбаев деген дирижер, яғни атақты дирижер болған екен. Соның құрметіне қойған. Ал сенің есімің қандай мағынаны білдіреді? Ойланып көр. Ежелгі ата-бабаларымыз есім ретінде белгілі бір мағынаны білдіретін сөз тіркестерін қолданды. Мысалы, жарық жұлдыз. Ең жарық жұлдыз. Және биікке самғаған бүркіт деген мағынаны білдіреді. Уақыт өткен сайын олар жеңілірек және жағымды естілетін түрге айналды. Яғни Әлтайыр деп аталады. Осыған орай атына зат сай, өз есіміңді ұятқа қалдырма деп айтып жатады. Қане, кімнің зерттеуші болғысы келеді? Зерттеу дегеніміз бір нәрсені толық анықтауға бағытталған бір қатар әрекеттерді орындау. Ботадан сендерге тапсырма хат келіпті. Оқушы қандай болатын анықтау қажет.
Сен қалай ойлайсың? Оқушы қандай болу керек? Дұрыс айтасың. Оқушы ұқыпты болу керек. Ол заттарын таза ұстап, берілген тапсырмаларды дер кезінде орындауға тырысады. Мектеп оқушысы әдепті, сыпайы болу керек. Әдепті оқушы бәрімен амандасады, үлкендерге жол береді, тәртіп ережелерін ұстанады, адамдармен сыпайы сөйлеседі. Мектеп оқушысы адал, шыншыл болу қажет. Шыншыл оқушы ешқашан басқа адамның затын рұқсатсыз алмайды, өтірік айтпайды. Мектеп оқушысы досшыл болу керек. Сыныптастарымен дос болып, сабақты бірге оқыған қандай көңілді. Енді достым, сен менімен бірге сен не үйрендің тапсырмасын орындайық. Сен иә немесе жоқ деп жауап бересің. Біз әрқашан ерекшеміз. Иә. Әрқашан ереже сақтаймыз ба? Иә. Біз барлығымыз бірдейміз. Жоқ. Сенің есімің түсініксіз ұғымды білдіреді. Жоқ. Міне, сен енді оқушы болдың. Ендеше өзіңнің суретіңді салып, көңіл күйіңді бейнеле. Өзіңнің салған суретіңді ата-анаңа, отбасы мүшелеріне көрсет. Оларға оқушы портретіне қандай сипаттама беретініңді айтып түсіндір. Сонымен оқушым, біздің сабағымыз соңына да таяп қалды. Келесі кездескенше сау болыңдар.